Всем привет! Менің есімім Майжан, жасым 25-те. Бүгінгі видеода қалай орыс тілін үйренгенім туралы айтып беретін боламын. Неге мені тыңдау керек? Потому что мен 2 жыл орыс тілі мектебінде ағылшын тілінен сабақ бергенмін. Прям орыс балаларына, там Николай, Владислав деген балаларға ағылшын тілін орысша түсіндірген болатынмын. Плюс мен Қытайдан келгенмін. 8 жасыма дейін вообще орыс тілінде вообще сөйлей алмайтынмын. Ауылда тұратын, егер сіз орыс тілінен сөйлеуге ұялсаңыз, белгілі проблемаларыңыз болса, осы видеоны көруге кеңес беремін. Менің орыс тілі үйренуім ол Қытайдан келгеннен кейін 3 классқа өтуіне басталған болатын. Яғни 3 класста мен даже алфавит білмегем. Қазіргі қазақ тіліндегі алфавитті білмегем. И балаларға әйтеуір бір қосылып жүріп үйреніп алдым. И орыс тілінен бізге диктант солай жазғызатын. Мен содан 2 ма или 3 алдым ба, солай болды. И содан кейін қатты жылап, үйге барып, мамаларыма барып, блин, не істеймін деген сияқты. Сондай өзім көңілім түскен болатын. Хотя ол кезде баламын, ештеңе білмеймін, но мұғалімдер солай маған үш қойып берген болатын. Содан кейін менде кәдімгідей цель пайда болды. Все, мен орыс тілін үйренемін, даже мен орыс мектебінде сондай сабақ беремін деген сияқты менің бір қалауларым, желание, мақсаттарым пайда болған. Енді мен орыс тілін үйренуіме не себеп болды десеңіз, осы енді қалай үйрендім. Ең бірінші, вообще совет берем, потреблять много контента на русском. Өте көп сериал көресіз бе, видео көресіз бе, кітап оқисыз ба, статья оқисыз ба, кино, любой нәрсені орыс тілінде тұтыну. Прям даже түсінбесеңіз де, потому что мен 3 класста или 4 класста үйге келіп, барлық сериал, кино дегендердің бәрін орысша көретім, хотя ештеңе түсінбесем де, бірақ уже 8 или 7 класстарда мен уже 60% не айтылып жатқанын, қандай мағына болып жатқанын түсінетін болдым. Екінші ол мақсат қойыңыз, прям мақсат қою керек та. Мен орыс тілін үйренемін, осынша уақыт беремін өзімді қатты қинамаймын, бірақ жақсы үйреніп шығып, өзімнің хотя бы ойымда айталатын деңгейге жетем деген сияқты өзіңізге мақсат қою керек. Үшіншісі, сериал, кинолардан басқа көп кітап орысша оқыңыз. Прям ол көмектеседі сіздің сөздік қорыңызға, адамдарға өзіңіздің ойыңызды жеткізуге өте қатты көмектесетін болады. Потому что мен универ кезінде өте көп орысша кітап оқығанмын, и солардың бәрі маған көмектесті. Прям бір кітапты таңдап алыңыз, өзіңізге қызықты тақырыпта. Может, сізге психология қызық шығар, может, сізге саморазвитие қызық шығар, может, сізге осындай бір литературный, әдеби тілде жазылған орыс тілі қызық шығар. Солардың бәрін таңдап алыңыз да, өзіңізге кәдімгі осындай қағаз түріндегі кітапты сатып алып оқыңыз. Ол сізге реально көмектесетін болады. Осы пунктті прям айтқым келеді, кітап алып оқыңыз. Қай тілді үйренгіңіз келеді? Вообще орыс тілі ғой қазір, орысша кітап бізде өте көп қой енді. Қазақстанда тұрып жатсақ та прям көбісі орысша сөйлейді, көптеген документтер бізде орысша, сондай орыс тілін прям қабылдайды да. Сондықтан орыс тіліндегі кітаптарды алып оқыңыз, бірақ өзіңізге қызықты темада оқыңыз да. Может, сізге реально ертегі оқу ұнайтын шығар. Ертегі оқып көріңіз. Немесе сіз қазақша кітап оқыған шығарсыз, соның енді орысшасын оқып көріңіз деген сияқты. Солай кітап оқу сізге реально көмектесетін болады, маған да көмектескен. Төртіншісі, орта қалыптастыру, орысша сөйлейтін орта қалыптастыру. Мен уже қоғамға шығып, адамдармен араласа бастағанда, мен реально орысша сөйлейтін орталар іздеп жүретін, чтобы мен өзімнің ойымды жеткізіп, солармен коммуникация жасау үшін. И реально ортаңызда сондай адамдардың болуын қадағалаңыз. Орысша сөйлейтін. Негізі қазақша да сөйлейді, бірақ негізгі тілі орысша сондай адамдар болады. Мысалы, Петропавл, Павлодар деген жақтың адамдары сондай болады. Мен қазір өмірімде 2 адам уже орысша сөйлейді. Менің 2 подругам бар орысша сөйлейтін, и оларға мен көбінесе орысша сөйлеуге тырысамын. И өзімнің солай тілімді жаттықтырған болатын олармен бірге. Олармен тек қана орысша сөйлесу үшін дос болыңыз демеймін. Реально сізге қызық, сіздің құндылықтарыңыз, қызығушылықтарыңыз келетін адамды тауып алып, сонымен орысша сөйлеңіз, и ол прям орысша сөйлейтін болуы керек, и солай жаттықтырсаңыз болады. Мен енді қазір 100% орысша білем, барлық ойым орысша деп айта алмаймын, бірақ 80% өзімнің ойымды жеткізе аламын, айта аламын, қалағанымды ала аламын. Потому что мектептің өзінде барлығында орысша сөйлеп, орысша түсіндіретінмін, орысша өзімнің айтқанымды жасататын балаларға, коллегалармен орысша общаться етіп, жиналыстарда выступать ететін. Орыс тілінен сөйлеуге ұялатын, қиналатын адамдарға айтқым келеді. Это нормально. Это реально нормально. Ол сіздің ана тіліңіз емес қой.
это нормально. Если сізге күліп бір мазақтап жатса, мән бермеңіз деп айтқым келеді. Керісінше өзіңізге цель қойыңыз. Осылай мен орыс тілін үйреніп, өзімнің белгілі бір ойларымды жеткізе алатын деңгейге жетемін деп. И реально жететін боласыз, потому что бізге енді қоршап жатыр ғой. Қазақстанда прям қоршап жатыр, біздің айналамызда көбісі орысша сөйлейді, ол қиындыққа тудырмайды. Просто сізге мақсат қойып, соған жететін қадамдарды анықтау керек. Можете курсқа қатысасыз. Курсқа қатысып жүріп те, осы мен айтқан пункттарды жасаңыз дегім келеді. Маған жазылып алыңыз, инстаграмыма жазып алыңыз. Мен маркетингпен айналысамын, өзім блогымды жүргіземін. Осындай пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Всем пока-пока.